Ассаламағалейкум, қадірменді әлеумет. Бүгін енді мынау темамызды бастайтын болсақ, өткендегі айтқан таджал мұнай элементтер жүйесі бойынша тақырып қозғайық. Айтып отырған екі элементті жалғастыру темасын таджал жайлы. Енді бұл жерде мынау таджал деп отырғанымыз бұл мына адам эволюциясының технологиялық процестерге қатысты беріліп отқан анықтамасы бар ғылыми негіздік. Бұл дегеніміз, мысалы үшін оны айтқан кезде, мына кезінде Мұхаммед пайғамбарымызға не себепті таджалдың бейнесі көрсетілді. Енді бұл жердегі мына ғылыми анықтама негізін айтып кетейін, оқып беріп кетейін. При разработке по изучению цифрового мира и несоблюдении техники безопасности его потреблением несоответствующими измерениями. Демек, ғылыми танымдық тұжырымдамасы осындай. Бұл жердегі әңгіме бұл қаяқтан шығады? Бұл не себепті бұлай болады? Яғни, по изучению цифрового мира, по разработке деп отыр. Бұл періштелер әлемінің несінен, мынау нәпс индексінің апталық разработка жаңағыдай енді цикловой переход бойынша әр түсірілген формулалар негізінде, сосын сортировка людей дейді, цикловой переходқа өту негізінде жасалынып отқан жүйеге байланысты, оны таджал дейді. Яғни осы кезде жаңағы мынау дін қазығынан шығып кеткендер, сосын жаңағыдай дін әлемінде жоқ періштелер категориясына өтіп кеткендердің ішінде, сосын денесіне таңба, тілік, сурет салынған, жаңағы мына несінде шет жағасында айтып кеттім ғой, красный обвенчанный смертью. Обвенчанный смертью деп отырған себебім айтып өткенімдей, жаңағы бестюремный режим по сигналу, формула мәні бойынша жұмыс істеу кезінде осындай. Өйткені бұлардың барлығы да минусовая энергияның источниктері, соның носительдері болып саналады. Ал ана Құдайдың өзгермес заңына келген кезде, ол уже оның цикловой переходы бөлек, оның кім екенін уже біз жаңағы бәлиғат жасқа, кәмелет жасқа толмағандар әлемінің өкілі екенін білеміз. Сосын кейін мынау ықылас комплексінің ашық қанаты мен жабық қанатына қатысты дүние екенін ажырату керек. Мынау ашық қанатты деп отқаны бала иеленуші тараптар. Мінекей соның ішінде бұлардың барлығына технологиялық программа бойынша үйлесімділікке келген кезде бұлардың танымы осындай болады. Таджал дегеніміздің жалпылама танымы, сипаты дегеніміз. Бұл жерден алып келген кезде бұл анау жаңағы қияметтің тәртібі бойынша Құранда бұлардың мәліметтері, аяттар айтылып отыр емес пе? Кім жақсылық жасаса, олардың тозаңдай түйіріндей жақсылықтың несін көреді деп отыр. Кім жаманшылық жасаса, оның да ара салмағын көреді деп отыр ғой. Бұл айтылып отырғандардың бәрі сортировка людей. Былайша айтқан кезде жаңағы цикловой переходтық жүйеге өткен кезде болатын жағдайлар. Таджал дегеніміздің көрінісі осы жерден шығады. Жаңағы тәніне тілік салғандар, сынық салғандар, бір көзі жоқтар деген сияқты. Әлгі патшаң соқыр болса, бір көзіңді қысып жүр деген содан шыққан. Енді бұл жерде айтылатын тема деген өте көп. Жаңағы технологиялық, содан кейін перегонка измерение деген қаяқтан шығып отыр. Человеческое измерение дейді. Айтып отырғаным жаңағына лошадиный измерениенің несінен, массынан уже человеческое измерение. Электромобильный дүниелер ғой, былайша айтқан кезде. Енді мынау Құранның өзінің аятында айтылып отыр емес пе? Түтінсіз жалын, жалынсыз от жараттық деп отыр ғой. Түтінсіз жалын деп отқаны бұл газ. Жалынсыз от деп отқаны бұл электроэнергия, атом қуаты. Мына осының деңгейіндегі пайда болған технологиялар. Сосын кейін жаңағы адамды сақтап қалу үшін күллі өмірге келіп атқан, яғни өте жоғарғы жылдамдықпенен мына ауыр техникалар әлеміне қатысты ілім-білімдердің де өмірге келуімен байланысты дүниелер ғой. Енді бұл жерде толып жатыр темалар. Ол бір деңіз. Одан кейінгісі мына жерде жаңағы не деп айтылған?
Енді мына жердегі мынау айтып отырғаным мемлекеттік программаның жоққа тәндеп отырған себебім бұлардың барлығы минусовой энергиялар. Бұларды мына инкубационный механизмнің жүйесі бойынша бостандыққа шығарып, плюс пен минустың жалпылама энергиялық өрістік тебісін көз алдымызға қойып отыр ғой. Енді мемлекет деген система мына минусовой энергияны жаңағыдай комнаттың ішінде қамамайды, мынандай ненің ішінде уже ұстауға болмайды. Енді минусовой энергияны уже бостандыққа шығарып қозғалысқа келтіргелі отыр ғой. Инкубационный механизм биение сердце дейді. Бұның жалпылама несі осындай. Ал енді осыған қатысты жаңағы мынау діни темалардағы жаңағы Иса түседі, ажалды жеңеді, одан кейін Мағди келеді деп отқан себепті әңгіменің негізгі өзегі осы темадан келіп шығады. Осы теманың ішінен алынады барлығы. Перегонка измерениясы бар. Жаңағы Иса түсті деп отқан діни терминологияның былайша айтқан кезде ғылыми мән мағыналық жүйесі бар. Бұлардың жаңағы Иса түсті дегенде бір кәдімгі бір дәу бір аспаннан алып адам түспейді. Адам баласының өзінің қолданыстағы мынау нәрселері ғой. Былайша айтқанда амалдық индекстің жүйеленуі ғой. Сол нәрсемен қатысты айтылған, оның бәрі терминологиялық жұмбақ ретінде айтылған бұның бәрі. Соның бәрін шеше біліп, соның бәрін реттейтін бұл имам Мағди дегеннің өзі жаңағы мына екі діннің басын қосамыз деп отырмыз ғой. Екі діннің басын қосамыз деген тема шығып отыр деп отырмын ғой. Мінекей сол миссия бойынша бұлардың барлығының жүйеленіп реттелу жүйесі бұның имам Мағдидің өмірге келу. Бұлардың жалпы факторының өмірге ену жүйесі басталады деген сөз. Енді қазір мынау жаңағы цифровое изучение дейді. Бұның уже несі аяқталып отыр ғой. Мына дүниенің уже миссиясы аяқталып отыр. Уже изучение, конец географии изучения цифрового мира, языка шайтана дейді. Яғни цифровой мир бұл рух танымы. Өйткені бұл рух танымы дегеніміз кезінде бұның расшифровкасы генетикалық алгебра деген болған. Яғни цифровой әлем менен сигнальный әлемге арналған тіл болып саналады.